Абайдың қара сөздері. 4-ші сөзі. Әрбір байқаған адам білсе керек, күлкі өзі бір мастық екенін, әрбір мас кісіден ғафил көп өтетұғынын да, әрбір мастың сөйлеген кезінде бас ауыртатұғынын. Бұлай болғанда, күлкіге салынған кісі не шаруадан, не ақылдан, не бір ұят келерлік істен құр ғафил көп өткізіп отырса керек. Осындай ғафилдік көп өткізіп өлмеген кісінің не дүниеде, не ахиретте басы бір ауырмай қалмаса керек. Әрбір уайым қайғы ойлағыш кісі не дүние шаруасына, не ахирет шаруасына өзгеден жинақырақ болса керек. Әрбір жинақылықтың түбі кәніш болса керек. Енді олай болғанда үнемі уайым қайғыменен жүре аламыз ба? Үнемі күлмей жүруге жан шыдай ма екен? Жоқ, мен үнемі уайым қайғыменен бол демеймін. Уайым қайғысыздығына уайым қайғы қылдағы. Сол уайым қайғысыздықтан құтыларлық орынды харекет табу керек һәм қылу керек. Әрбір орынды харекет өзі де уайым қайғыны азайтады. Шығар есігін таба алмай, уайым қайғының ішіне кіріп алып, қамалып қалмақ. Ол өзі де бір ант ұрғандық. Және әрбір жаман кісінің қылығына күлсең, оған рахаттанып күлме. Ыза болғанынан күл. Ызалы күлкі өзі де қайғы. Ондай күлкіге үнемі өзіңде салынбассың. Әрбір жақсы адамның жақсылық тапқанына рахаттанып күлсең, оның жақсылықты жақсы. Адам баласы жылап туады, кейіп өледі. Екі ортада бұл дүниенің рахатының қайда екенін білмей, бірін-бірі аңдып, біріне-бірі мақтанып, есіл өмірді ескерусіз, босқа жарамсыз қылықпен қор етіп өткізеді де, таусылған күнде бір күндік өмірді бар малына сатып алуға таба алмайды. Қулық саумақ, көз сүзіп, тіленіп, адам саумақ, өнерсіз ит тінісі, әуелі Құдайға сыйынып, екінші өз қайратына сүйеніп, еңбегіңді сау, еңбек қылсаң, қара жер де береді, құрт тастамайды.